Сәлем достар, бүгінгі сабағымызда қазақ тілін оқып үйреніп жүрген жалпы көпшілік қауымға арналады. Яғни мен тексттерді кез келген тілде текстті оқу, тыңдау жақсы рөл атқарады тілді үйренуде. Сондықтан да мен тексттерді қазақ тілінде оқуға оқимын деп шештім. Ендеше тыңдаңыздар, тексттерді мүмкіндігінше синонимдары болып жатса, синонимдарыменен толықтай түсіндіріп, мәтінді толықтай ашып беруге тырысамын. Сіздерден тек қана мән беріп тыңдап, қайталап оқу ғана қалады, сонда тез үйренесіздер. Айта кететін жайт, бұл тексті мен Мөлдір Бұлақ KZ сайтынан алдым. Суретті салушы суретші Әлімбаева Әсел, және осы текстің авторы да Кәмшат Әбілғазықызы. Мәтініміздің тақырыбы ашкөздіктен соқыр болған патша. Ашкөз дегеніміз не? Ашкөз дегеніміз яғни сараң. Сараңдықтан соқыр болған патша. A king who was blinded. Жақсы келетін сияқты. Жарайды, кеттік. Баяғы өткен заманда жер беті бүтін аманда бір елдің ашкөз патшасы болыпты. Бірінші, қалай оқылу керек болса солай оқимын, одан кейін жаймен оқимын. Ілесіп оқып алуларыңыз үшін. Бағзы баяғы деген мағынада. Бағзы өткен заманда ұтыр деген кешкене тоқталамыз. Бағзы өткен заманда жер беті бүтін аманда бір елдің ашкөз патшасы болыпты. Бір елде ашкөз сараң патша өмір сүріпті. Патша қатал, мейірімсіз екен. Патша қатал, мейірімсіз, жаман деген мағынада, жаман екен. Халқының мұң-зарымен арызына құлақ аспайды. Яғни, халқының жағдайымен шаруасы болмайды екен. Патша халқына салық салып, одан түскен пайданы қамбасына құяды. Салық салып отырып, тапқан табысынан, салық салу деген тапқан табысының бір бөлігін беру. Одан түскен пайданы қамбасына құяды. Қамба деген қазынасына деген мағынада. Қазынасына құяды. Қазынасына салады деген мағынада. Құйған сайын патша көзіне қамбадағы алтын аз болып көрінеді. Қазыналарды, салықтарды біреулерден ақшан алады, біреулерден дән алады, біреулерден қауын алады. Әрбір халықтың табысының кішкене бір бөлігін алып отырады. Қаншама алса да алып атқан заттары, нәрселері өте аз болып көрінеді. Көзі тоймайды екен. Қамбасы алтын теңгеге толып тұрған патшаның халқы ішерге тамақ, киерге киім таппайды екен. Осы елде Өсер есімді, Өсер атты деген мағынада. Өсер есімді бағбан өмір сүрген еді. Өсер алақандай ауласына қауын егіп, алақандай дегені кішкентай деген мағынада. Ауласына, жеріне, кішкентай жеріне қауын егіп, одан түскен өніммен күнелтеді екен. Күнелтеді екен, өмір сүреді екен. Патшаның салығы Өсерге ауыр тиеді. Патшаның салығы Өсерге қиын соғады, қиын тиеді. Келесі салықты патша қамбасына салар кезде, келеді. Келесі салықты салудың уақыты келеді деген мағынада. Алайда Өсер патша қамбасына бір тиын да бермеуге бекінеді.
бекінеді деген, солай шешімінде тұрып алады деген мағынада, айтқаннан қайтпай тұрып алу деген мағынада бекіну деген. Өсер патша қамбасына бір тиын да бермеймін деп шешім шығарып, сол айтқанында тұрып алады. Содан патша бұйрығына бағынбадың деп Өсерді патша жендеттері сүйрелеп сарайға келеді. Жендеттері деген уәзірлері. Оны ұрсады жаңағы уәзірлер. Сен неге патшаның бұйрығына бағынбайсың? Түс алдымызға деп сүйрелеп тұрып патшаның сарайына келеді. Сонымен патшаның сарайына келеді. Өсер сұсты, суық деген мағынада, сұсты деген, қабағы қатулы патша. Неге бұйрыққа бағынбайсың? Қабағы қатулы, дауысы жуан болып ұрсады. Неге бұйрыққа бағынбайсың? Өсер патша: жаймен. Хан ием, азғыны қауынымды қамбаға берсем, балаларымды қалай асыраймын? Дейді. Азғына қауынымды сізге берсем, қазынаға тапсырсам, балаларыма қандай не тамақ беремін? Өсердің сөзін түсінгісі келмеген патша бағбанның қауындарын тартып алады. Тартып алады енді күшпен алып алады деген мағынада, зорлықпен алады деген мағынада. Бағбанға патша сөзіне бағынбадың деп дүре соқтырып жазалайды. Бағбанды қауынын тартып алады, жаңағы Өсер деген бағбанды тағы да ұрады, дүре соқтыру деген қамшымен ұрған болған. Дүре соқтырып жазалайды. Өсер астан-кестеңі шығып жатқан бақшасына оралып, қайтып келіп деген мағынада бос жатқан топырақ үстіне отыра кетеді. Көз жасы көл болады. Әрине қанша уақыт егін егеді ол. Тер шығып, сол егінінің астан-кестеңін шығарады. Көз жасы көл болады. Аз отырды ма, көп отырды ма, білесіз. Өте көп отырады. Бір уақытта топырақ астында жатқан шишаның шетін көреді. Шиша деген бутылка, шиша, әйнек деген әйнек сияқты нәрсені көреді. Ақырындап суырып алады. Суырып алу деген тартып алады. Әп-әдемі безендірілген құмыра екен. Әп-әдемі безендірілу деген сурет салынған екен. Әдемі жасалынған құмыра екен. Ішінде не бар деген оймен тығынын суырып қалған сол ысқыра шыққан үн мен күші адам ұшырар желден шошынып жерге жата қалады. Яғни жаңағы құмыраның аузын былай ашып қалған сол еді, ішінен күшпенен үлкен жел бұрқ ете шығып кетеді. Түсінікті ғой. Тартып қақпағын ашып қалған сол еді, ашып тұрған айрандар ауылдай қақпағын ашып қалсаң атылып кетеді ғой, дәл сол сияқты. Сонымен жаңағы ішінен құйын жел шығады. Құмыраның ішінен құйын жел, дауыл шығады, үлкен жел. Жаңағы жата қалады. Бұл жойқын дауыл еді. Жойқын, сондай күшті дауыл жел еді. Дауыл бүкіл патшалықты үрейлендіріп, патшалық деген жаңағы ауылды үрейлендіріп деген қорқытып, шошындырып деген мағынада. Қорқытып, бар жоқтығына ұшыра бастайды. Бүкіл барлық заттарды ұшырып кетеді.
адамдар үйлеріне тығылып қалады. Тығылып қалады деген жасырынып қалады деген мағынада. Бір күн соқты ма, әлде 100 күн бе, белгісіз. Бір уақытта дауыл басылады. Бір уақытта дауыл тоқтайды. Далаға шыққан халық жерде шашылып жатқан алтын теңгелерді көреді. Бағбаншы да бақшасында шашылған заттарды көріп қуанады. Бұл алтындар патша қамбасынан еді. Бұл алтындар, ол қалай пайда болды, қазір айтылады ол. Дауылдың дүлей соққысы патша қамбасын аспанға көтеріп, алтындарын шашып жібереді. Үлкен дауыл жел болды ғой, жаңағы құмырадан шықты, ол дауыл жел. Ол бүкіл елдің, бүкіл ауылды астан-кестен шығарады. Жаңағы қазынасын, жаңағы жел дауыл қазынасына дейін барып, патшаның қазынасын күшпенен, дауыл күшпен жоғарыға лақтырады, аспанға лақтырады. Дауыл басылған соң аспаннан шашылып жерге түседі. Шашып жіберіпті. Алтындарына жүгіремін деген патшаны дауыл соғып, екі көзі көрі соқыр болып қалған екен. Алтындардың артынан жүгіремін, алтындарымды ұстап қалайын деп жүгіре берген ғой. Жүгіре беріп, екі көзінің ішіне топырақ толып, соқыр болып қалған екен. Өкінішті. Сонымен халық ашкөз патшаға соқырлық берілген жаза деп түсініп, патша орнына еңбекқор өсерді хан сайлапты. Бұл жерін ашып кететін болсақ, бұл жүміла дейін отырмын сөйлемді. Халық ашкөз патшаға соқырлық берілген жаза, енді ашкөз болғандығы үшін оған берілген жаза деп түсініп, оның орнына хан қылып өсерді сайлайды. Өсер хан болғаннан кейін халықтың жағдайы өте жақсы болады. Яғни, ол былай деп айтылады. Өсер қол астындағы халқына қауын өсіртіп, елін бай қуатты патшалыққа айналдырыпты. Ол сол ел бай қуатты, бай дәулетті патшаға айналады. Соқыр болған патша көзін қайтармаққа ел кезіп, жер кезіп, дауылды іздеп жүр деседі. Бұл аңыз әңгімеміз аяқталды. Келесі аңыз әңгімелерде кездескенше сау болыңыздар. Осы жерде жақсы мақал-мәтел бар қазақ тілінде. Кең болсаң, кем болмайсың деген. Осыны жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Өте жиі қолданылатын мақал-мәтел. Қайталаймын. Кең болсаң, кем болмайсың. Сау болыңыздар.